Уақытыңызды көп алмайтын әрі пісіруді қажет етпейтін өте дәмді, тез дайын болатын десерттің рецептісімен бөлісемін. Ол үшін ең алдымен бізге үгітілген печенье үстіне еріп тұрған сары майымызды құйып, жақсылап араластырып, формамызға саламыз. Қастың көмегімен жайып шығамыз. Осы кезде бізге 2 ыдысқа желатин қажет болады. Желатин үстіне азғантай су құйып қойып қоямыз, жақсылап араластырып ісіну қажет. Осы кезде творогтың үстіне сүтімізді және дәміне қарай сгущенкамызды құйып, барлығын жақсылап блендерлейміз. Блендерлеп болғаннан кейін дәл осындай масса болу керек. Осы кезде желатинімізді 5 секундқа жетпей микроволновкаға ертіп аламыз. Және температурасы бірдей болу үшін творожный массаны кішкене 1-2 қасығын алып, осылай араластырып, ортақ массаға кейіннен құйып, жақсылап барын араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін печеньенің үстіне құямыз, біркелкетіп жай шығамыз. Жайып болғаннан кейін бізге кез келген вареньяның согы болады. Осығанда желатинімізді ертіп, кейіннен температурасы бірдей болу үшін азғантай үстіне құйып алып араластырып, ортақ массаға араластырамыз. Енді осыны бірден творожный массамыздың үстіне құйып, холодильникке 2 сағатқа қойып қоямыз. Міне осымен дайын, астарыңыз дәмді болсын. Сондай-ақ достар, мен Instagram парақшамда көк сілтемені бассаңыздар, бірден YouTube арнама өтіп, бұдан да басқа көптеген рецепттерді тамашай аласыздар. Арнама тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Қолдауларыңызға рахмет.